Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен сандуғаш. Бүгін осындай черный агаттан цептен трансформер арқылы жасайтын боламыз, кулонсыз. Және бізге керекті заттар екі кримп, one touch, екі протектор, бір колечки и осындай жалпақ межбусыйлар керек. Бұндайдың әр түрін қолдана берсеңіздер болады, қолданбай қойсаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Қандайын табасыздар, сондайын қолданасыздар. Және де агат, қара, және де застежка с удлинителем, цеп қажет. Енді бізге троссыз қандай алқа жасалынбайды, сондықтан менде осындай корейский трость. Қандай табасыздар, сондай алсаңыздар болады. Маңызы жоқ тростың. Тросты алып, цептің бойымен өлшейміз. Және кусачкамен немесе қайшымен қиып тастаймыз. Енді ең бірінші кремді өткіземіз да, артынан кейін протекторды өткіземіз. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазсаңыздар болады. Описанияға барлық керекті заттарды жазып қоямын. Және де осында бір ерекшелік, кремді бекітпей тұрып, цепті алып, осы протектордың ортасында саламыз, өткіземіз осылай. Енді осыдан кейін протекторды өткіземіз. Ой, кремді өткіземіз, one touch'ты. Енді арнайы инструментпен бекітеміз. Қатты қысамыз. Міне, бекітілді. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бір-бірлеп агатты өткізе бастаймыз. Енді межбусыйды қалай саламыз? Екі агатты өткізіп, және артық мынандай тросты осы моншақтың арасына салып жібереміз. Міне. Енді осында бір межбусы екі агаттан салып отырамыз. Негізі өздеріңіз межбусыйды қай жерге өткізуді өздеріңіз білесіздер. Екеу ма, үшеу ма, төртеу ма, алтау ма, или әрбір бір моншаққа өткізсеңіздер болады. Менде межбусы аз болғандықтан екіде бір өткіземін. Және де жасаған алқаларыңыз қатты ұзын болмау керек, қатты ұзын болса, аса қатты бір сәнді емес болып қалады. Орташа болу керек, қатты қысқа емес, қатты ұзын емес. Және де менің видеоларым жоғалып алмау үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Және де менің парақшамда алқалардың неше түрлі әртүрлі дизайндер бар, содан қарап жасасаңыздар болады. Мен негізі сөзсіз түсінікті деп ойлаймын осы заттар. Енді цеппен бірге өлшеп аламыз. Цепті былай қойып, міне, өлшедік. Мен осы алқаны заказтен жасап отырмын 8-ші сынып оқушысына. Оның мойнына келетіндей болу керек. Меніңше осы алқа жететін шығар. Егеу. Өз мойындарыңызға, мен өз мойныма өлшеп алып жасаймын, примерно қаншалықты болатынын. Егер степ ұзын болса, мына жерден қиып тастауға болады. Соны ескеріңіздер. Және де мен өткізе келе осындай алқа жасай салуға болады. Міне осылай болып тұратын. Осындай болып тұратын. Және де осындай қылып, мен ойлана келе осындай тоғыз застежкамен осындай кулон қосатын болдым. Енді цеппен бірдей болды, екеуі бірдей болу керек. Міне. Цеппен бірдей көріп тұрғанымыздай. Енді аяқтаймыз. Енді қалай аяқтаймыз? Кремпімізді аламыз. Өткіземіз, артына протекторымызды өткіземіз. 9 застежкамызды ашып аламыз. Екі инструментпен. Колечкемізді ашып аламыз. Міне шығардым. Енді мынаны бірден протекторға өткізілмейді. Енді аяқтаймыз. Сол протекторын өткізіп, кейін кремка өткіземіз. Бірден екі моншақтан сразу өткіземіз. Өз видеодағындай тартамыз. Тарттық. Енді кремпімізді бекітеміз.
қатты басамыз, өз кремпімізді бекіттік міне. Енді мына артық тросымызды қиып тастаймыз осы жерден. Қиып тастадық. Енді колечкемізді алып бекітеміз. Тоғылымыздың домалақ жағын осы монша жағына өткіземіз, бекітеміз. Бекіттік. Енді тағы бір колечкемізді алып ашамыз. Аштық. Енді цепке өткіземіз. Енді тоғылдың екінші жағына өткіземіз, бекітеміз. Бітті. Енді кулонымызды ілеміз. Кулонның өзінің мынадай колечки болады, соны ашып осы кулонға ілеміз. Ілдік. Енді бекітеміз. Бекіттік. Осымен алқамыз дайын. Қанша кетті алқаға, не заттар, қандай заттар кетті, қанша штуктан размеріне шейін бәрін осы описаниеға жазып қоямын, видеоның астындағы, содан кіріп оқысаңыздар болады. Енді бұл алқаға осындай бублики агаттың сырғасын, міне осындай, және де наборда осындай сақина болады. Біз застежка с удлинителімді қолданбадық, оның орнына тоғыл застежканы қолдандық, және осындай кулон екеуін қостық. Алқамыз дайын. Қазіргі 2021 жылғы трендтегі сәнді алқалар возраст жас таңдамайды. Мектеп оқушыларынан бастап үлкен жастағы 50-60 жастағы әйелдерге шейін тағуға болатын алқа.